Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен капустадан салат жасаймыз. Алдымен видеода көрсетілген керекті заттарды дайындап алыңыз. Мен бірінші болып теркадан, яғни теркадан немесе өзіңіздің қолыңызбен капустаны майда ұсақтап етіп турап алыңыз. Бір дана орташа капуста жетеді. Кейіннен 5 соленый огурцины, кейін 5 свежий помидорды соломка етіп турап алып, осы капустаға қосыңыз. Кейіннен кукуруздың суыны төгіп, консервадағы кукуруздың суыны төгіп, осы капустаға қосасыз. Кейіннен 4-5 чеснокты тазалап, оны 4 бұрышты етіп ұсақтап турап, осыған капустаға қосыңыз. Кейіннен китайский тұзды қосасына, дәл осы мөлшерге осыншама китайский тұз қосылады. Негізінде китайский тұзды кез келген тамаққа, салатқа қоссаңыз, ерекше дәмді болып шығады. Кейіннен өзіміздің кәдімгі тұзды қосамыз. Өзіңіздің дәміне қарай көп қосып жібермеңіз, салатыңыздың дәмін құртуы мүмкін болып табылады. Осы кейіннен барлық ингредиенттерді қосып болғаннан кейін ішіне осы майонезді саламыз. Основасы майонез болып табылады. Ішіндегі қарапайым ингредиенттерге қарамастан біздің салатымыз өте дәмді және ерекше болып шығады. Және бұл салаттың ерекшелігі, бұл өте жеңіл дайындалады және ішіне де қарапайым заттар кетеді. Осымен салатымыз дайын болды. Осы салатты дайындап, үйдегілеріңізді қуанта отырыңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де рецептім ұнаған болса, лайк басып келіп кетіңіз.